Баршаңызға сәлем. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерге өте керемет, осындай үлпілдек болып шығатын бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, қант, сүт, ашытқы және сары май қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Содан соң қантымызды, ашытқымызды және осы жерде бірден тұзды да салып жіберіп, барлығын бірге араластырып жіберсеңіздер болады. Мен тұзды ұмытып кете жаздадым, сөйтіп соңында салдым. Жақсылап араластырып аламыз да, енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың бір бөлігін мен осылай лопаткамен араластырып алдым. Енді екінші бөлігінде бастапқыда лопаткамен араластырып, содан соң қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Енді бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қамырымызға салып, майымыз толықтай еріп кеткенше қамырымызды илейтін боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай майды толық еріп кетті. Міне осылай жақсылап илеп алып, қамырымыз дайын болды. Қарасаңыздар, өте жұмсақ, эластичный, қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Қатты етіп қоймаңыздар және ұнды көп салып қоймаңыздар, әйтпесем бауырсақтарыңыз нығыз болып қалады. Енді дайын қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа демалдырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді шамалы осылай үстінен басып, бір рет қайтарып қоямыз. Енді осылай шамалы ұн сеуіп жібереміз, көп қажет емес. Осылай қамырымызды ұнымыздың үстіне қойып, жайлап жаятын боламыз. Ең алдымен осылай қолмен кішкене жайып аламыз. Егер қатты жабысып жатса, шамалы ғана ұн себіңіздер, көп себудің қажеті жоқ. Осылай ең алдымен қолмен кішкене осылай жайып алып, содан соң оқтаудың көмегімен қамыр жаятын боламыз. Қамырларыңыз қатты жұқа болып кетпеу керек, шамамен 5-6 мм болу керек. Менде бауырсақтар дөңгелек етіп кесіп алатын арнайы форма болмағандықтан, мен осылай 0,5 баклажканы кесіп, осылай дөңгелек форма беретін боламыз. Міне осылай барлық қамырды жасап шығамыз. Міне қарасаңыздар, арнайы формамен кесілген қамырдан еш айырмашылығы жоқ. Міне осылай шығарып аламыз. Міне артық қалған қамырды барлығын жинап, қайта зуала жасап, оны да шамалы уақытқа демалдырып қойып, дәл осылай жасап шығамыз. Осындай ыдысқа қағаз сүлгіні қойып, бауырсақтарымызды жайғастырып шығатын боламыз. Қатты жабыстырып, бір-біріне жабыстырып қоймаңыздар. Себебі біз бұны жарты сағатқа шамамен демалдырып қоямыз. Бетін жауып, жарты сағат тұрғанда ол көлемін тағы да 2 есе үлкейтетін болады, көтерілетін болады. Көтеріліп, піскен кезде бауырсақтарымыз дөңгелек болып шығатын болады. Қамырларымыз демалып тұрғанда біз майымызды дайындап аламыз. Майымыздың астын қатты отқа қойып, қыздырып алып, осылай қатты отта бауырсақтарымызды пісіретін боламыз.
бауырсақтарымыз тез піседі, сондықтан осы жағын қадағалап тұрыңыздар. Қатты отта тұру өте маңызды, себебі егер отымыз жай болатын болса, бауырсақтарымыз көтерілмей қалады. Барлығын дәл осылай пісіріп шығатын боламыз. Міне, құрметті көрермендер, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай дөңгелек, үлпілдек болып шығады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, видеоны бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып, подписация етіп кетіңіздер, және де өз жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біздің каналдың дамуына үлкен үлесін қосады.